Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сковородкада пісетін өте оңай пиццаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Қажетті заттар: майонез, қаймақ, жұмыртқа және де ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға 4 ас қасық қаймақ және де 4 ас қасық майонезімізді саламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте аз зат кетеді, бірақ өте дәмді, тіл үйірер пицца шығады. Неге араластырып болдық. Енді осындай сұйық масса болып шығады. Енді осының үстіне 9 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Келесі бетіне салмасына шұжық, сыр және де осындай пиццаға арналған приправа қолдансаңыздар да болады. Егер ұнамаса, қолданбасаңыздар да болады. Мен шұжықты осылай 4 бұрышты етіп турадым. Өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Келесі сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Томатный кетчуп, теркадан өткізілген сырымыз және де кубиктап тураған шұжығымыз дайын. Енді сковородкамызды плитамызға қойып, дайын болған массамызды саламыз. Бетіне томатный кетчупымызды жағып шығамыз. Бір тексеріп жағып шығамыз. Оның бетіне сырымызды себеміз. Келесі шұжығымызды саламыз. Шұжығымызды салып болғаннан соң мен бетіне және сыр сеуіп шығамын. Өз қалауларыңыздағыдай жасасаңыздар болады. Бетіне приправа, пиццаға арналған приправа. Неге пиццамыз дайын. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды және де каналыма жазылып, колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыздар.